20 жастағы үндістандық Сурендра Кумар және оның әпкесі Раджишвари өздері мекен еткен аймақтағы тұрғындардың зәре-құтын алып жүр. Немен дейсіз бе? Олар күн сайын джунглиге қарай аттанып, сонда жабайы аңдармен тіршілік ететін көрінеді. Бірақ бір қызығы, осы уақытқа дейін жыртқыштар оларға ешқандай зардабын тигізбеген. 20 жастағы Сурендра Кумар және 25 жастағы әпкесі Раджишвариді көршілері қазіргі заманның Мауглиіне балап отыр. Олай айтуларына негізде бар. Бала кездерінен олар джунглидің ең қауіпті деген тұстарына аяқ басып, ондағы жануарлар мен құстарға серік болғанмен қоймай, маймылдармен бірге өзара қыран күлкіге батады екен. Дегенмен табиғат ананың төл туындылары қос перзентке саусақтарының ұшында тигізбек емес. Сурендра мен Раджишвари кей кездері джунглиге біршама уақытта кетіп қалатын көрінеді. Бұған себеп адамзаттың ортасынан гөрі хайуанаттар әлемінің жандарына жақындығы. 45 жастағы Панчо Бай атты аналары олар үшін көп алаңдайды, әсіресе Сурендраны. Оны көршілері жануарларға үйір болуы себепті горилла деп атап кеткен. Ол джунглиге жиі жоғалып кетеді. Үйіне қайту дегенді ойын алмайды. Өзіміз әкелеміз, деп қынжылады анасы. Маймылдармен бірге жасырынбақ ойнап жатқанын мен өз көзіммен көрдім. Тіпті кейде өзін маймылдарша ұстайды. Жүрісі оғаш болғандықтан барлығы горилла деп атап жатады. Хайуанаттар мен оның арасында бір тылсым байланыс бар. Және дәл осы себепті олардың тиіспейтіндігіне сенімдімін. Біздің аймаққа келген өзге адамдар Сурендраны көріп қорқа бастайды. Өзін-өзі ұстауы горилла секілді, дейді Панчо Бай. Алайда біздің жақтың балалары оған үйренісіп кеткен, бірге ойнайды. Анасының айтуынша Сурендра мен Раджишвари туылғандарынан жануарлардың тілін ұғатын қасиетке ие. Өзге балалар секілді бір жастарынан бастап жүре бастаған, ал тілдері болса мәселеге толы, мүлдем дамымай қалған екен. Есесіне джунглимен байланыстары күн сайын артуда. Балалардың әкесін 2014 жылы жасырын ұйымның өкілдері өлтірген. Панчо Бай еден жуып нанын табатын қарапайым шаруа. Күн сайын маңдай терімен $2 табыс табады. Бұл отбасыға оның 40 жастағы Хариш Чандра атты ағасы қол ұшын беріп тұрады. Жиендерім өзгелерден ерекше екендігін ұққанда тез арада дәрігерлерге апарғанбыз, дейді ол. Бірақ ақ халаттылар бізге ешқандай көмек бере алмайтындығын айтты. Ендігі кезекте мемлекеттен жәрдем сұраймыз. Оларға қандай да бір медициналық көмек қажет. Әзірге олар джунглиде тұрып жатыр, және қалада жүргеннен гөрі мұнысы дұрыс деп ойлаймын. Сол жақта өмір сүруге әбден бейімделген. Ұлттық денсаулық сақтау қызметінің басшысы доктор Митлиш Чотхаридің айтуынша, әпкелі інілі бауырлар психикалық дертке шалдыққан. Дәл осы фактор олардың миының жетілуіне тоқтау болған. Оларға көмектесе алмаймыз, себебі нақты диагноз қою мүмкін емес, дейді ол. Олар джунглиде тұрады, барлығы мұны біледі, және өздерін ондай еркін сезінетін секілді. Жануарлардың оларға әлі де болса тиіспеуі осы сөзімізге дәлел.